Қайырлы күн достар, мен бүгін қалай егов приложениясынан судимостьтің қағазын шығаруға болатынын көрсетемін. Қараңыздар, как обычно өздеріңіздің еговтарыңызды ашасыздар. Бұл жерде қараңыз, екі түрі бар, как обычно. Бірінші главный жаңағы беттен төмен түсе берсеңіз, бұл деген бір жаңағы өте көп қолданылатын справканың түрі болғандықтан жалпы бірінші бетте тұрады. Ең төменге түссеңіз, міне справка о наличии либо об отсутствии судимости деп тұрады, басасыздар. Және кімге керек екенін таңдайсыздар. Өзіңізге, егер балаңыз жоқ болса. Сосын мына жерде қараңыздар, 3 түрі бар. Справка электронный, бұл обычно қателеспесем Қазақстанда жұмысқа тұрғанға қажетті. Егер сізге жай ғана жұмысқа тұрғанға қажет болса, осыны таңдайсыздар. Для выезда за границу, егер жаңағы границадан шыққанға кішкене проблема болуы мүмкін десеңіз, мынандай жаңағы судимость жоқ деген қағаз алып алсаңыздар болады. Және де справка для выезда за границу с апостилем деген бар. Бұл дегеніміз не? Қараңыздар. Апостиль дегеніміз бұл международный стандартный форма бар жаңағы толтырылатын документтің. Соны судимостьті сол стандарт бойынша толтырып береді сізге. Яғни сіз мысалы СНГ-да бір стандарт болатын болса, сіз жаңағы Россияға барсаңыз, Қырғызстанға барсаңыз, Бішкекке, жаңағыдай Өзбекстанға, жаңағыдай шет елде шет ел мойындайтын стандартты форма. Яғни барған кезде сіз толтырып алып барасыз. И шетелде бұны ешқандай қиындықсыз сізде қарау керек. Оның да жаңағы өзінің нелері бар, тізімі бар. Бұны көрсете алатын және мойындайтын мемлекеттердің. Оның бәрін уточнить етсеңіз болады жаңағы. Сонда не? Мына жерде міне қараңыздар, басасыздар. Бұны яғни электронный түрде бермейді, потому что бұл печать соғылатын документ. Өзіңіз қай жерде тұрасыз, сол область таңдап, ал кететін жерді таңдасаңыздар болады. Енді мен былай наглядно көрсетейін. Міне жаңағыдай таңдайтын жерлер қай жерден алып кетуге болады. Осы жерде сұрасаңыздар болады, уточнить етіп, қандай елдерде бұл жарамды. Енді бізге жай ғана электронный қажет. Сондықтан жай электронныйды басасыз. Продолжить дегенді басасыз. Судимость туралы қағаз, ол кішкене жаңағы наркологический немесе психдиспансерге қарағанда кішкене уақыт алатын қағаз. Міне статусы бар ботке. Обновить статус деп басып отырасыз, немесе қазір көрсетемін сіздерге қай жерге келетінін. Обновить статус деп басып отырсаңыз, осы жерде шығуы мүмкін. Немесе егер шықпаса, бірден шықпаса, осылай қайтасыздар да, міне уведомление деп тұрады. Осы жерде тұрады. Если ол шығатын болса, міне отправлено деп тұр. Завершено деп шығады. Міне мынау сияқты. Мен пока жіберіп қойдым. Егер маған шығатын болса, ол жаңағы завершено деп тұрады. Міне аштым, жібердім. Енді завершено, яғни маған судимость туралы қағазын шыққан тосу керек. Екінші вариант, егер мынандай сізде главный бетте шықпаса, услуги дегенге кіресіз. Ең төменіне түссеңіз, трудоустройство и занятость деген тұрады, соны басасыздар. Міне, выдача справки о наличии либо отсутствии судимости, соны басасыздар. Бұл жерде де солай жаңағыдай толтырасыздар на себя, жаңағы түрін таңдайсыз қандай қажет, и продолжить дегенді басасыз. Міне, көрсеңіздер, запрос отвергнут. Почему? Потому что менде уже біреу бар. Дәл осындай аналогичный, яғни мен уже бір рет жіберіп қойдым, запрос маған екінші рет егов қайтан жерге нетпейді, жаңағыдай жібермейді просто.